Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін адал азамат әділ қоғамның негізі атты тәрбие сағатымызға қош келдіңдер. Ал бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты жалпы сіздерге адал азамат ұғымының мәнін терең түсіндіру және де жауапкершілікке, адал сөйлеуге ұғындыру. Жақсы. Жалпы адал деген сөзді қалай түсінеміз? Бір сөзбен түсіндірейікші? Сымбат, айта ғой. Адал деген ол өз жолымен ақша тауып, адал жолмен жұмыс істеп жүру. Жақсы, рахмет. Тағы кім айтады екен? Иә? Мысалға, адамдарды кішіпейіл болып жүру, адалдықпен нан табу, еңбекқор болу. Иә. Адал деген сөзді тағы да. Кім қалай түсінеді басқа? Адал болу. Иә. Данияр, айта ғой. Адал болу деген ол сабақта тыныш отырып, сабақты жақсы оқу керек. Жақсы. Тағы да қосарларың бар ма? Мен айттым. Иә. Адал деген ол достыққа адал, қасындағы жұбына адал болып, бірге өзіңнің жамандық тілге адалдығын білдіру. Жақсы. Тағы да не жүрдік адал болуға? Өтірік айтпау, солай ма? Мұғалімді алдамау, өзін-өзі алдамау, ең маңызды нәрсе ол өзін-өзі алдамау керек адам, иә? Тағы да? Адамдарға қиянат жасамау, жаман іс жасамау, өздерін мазақтамау, иә. Жақсы. Рахмет. Енді адал деген сөзді түсінген екенбіз. Енді жалпы біздің сынып адал болатын болса, ол қандай сынып болар еді? Кім айтады? Айта ғой. Адал болса, бәрі бірге тату болып, бәрі бірге ойнап күліп жүретін еді. Иә, тағы да кім айтады? Айта ғой. Біздің сынып адал болса, кішіпейіл, бір-бірімізге сыйлап, құрметтеп жүретін адал. Жақсы. Қандай болар еді деп жаңа біз өзіміз елестетіп кеттік, иә? Енді жалпы біз бастауыштан жоғары сыныпқа өткен кезімізді еске түсірейікші. Қандай едік біз? Көңілі пәк, ешкімге ренжімейтін, бәріміз бірімізге мейіріміз толы едік, иә? Және де біз сол ашық сабағымыздың кезінде, бірінші ашық сабағымыздың кезінде бәріміз бір-бірімізге адал боламыз, мейірімді боламыз, достыққа бай боламыз деп ант еткенбіз, иә? Енді сол сабақты есімізге түсіріп бір көріп өтейік. Сендердің алғаш 5-ші сыныпқа қадам басқан кездерің. Бет әлпетімізде де, қабылдауымызда да өз болғандарыңызды байқадық па? Бір-біріміздің. Ал қандай қырға өзгердіңдер? Жаман қырға өзгердіңдер ма? Жақсы қырға өзгердіңдер ма? Жақсы. Жақсы? Біз жақсы қырға өзгердік. Болашақтан болашаққа ұмтылдық. Иә, бала шақтан
болашаққа ұмтылып отырсыңдар. Пайдасын қарақат. Жақсы. Ұнады ма өздерінің өздерін көрген? Жақсы. Енді жалпы айтып отырмыз ғой, адал азамат әділ қоғамның кезегі. Негізі, жалпы сыныптан мектеп кезінен адал бола білген адам қоғамға да, басқа адамдарға да, өзінің ата-анасына да, отанына да не болады екен? Адал болады. Сатпайтын, тек өз жерін жақсы көретін тұлға болса деген, иә? Жалпы адалдық мектеп кезінен басталады. Соған байланысты бір кішігірім сендерге сұрақ қойып өтейінші. Жалпы сендерде бақылау жұмысы болып жатыр дедік. Мысалы, математика сабағынан. Бір достың сұрады есептің жауабын. Көмектесесің бе? Жауабын бересің бе әлде жоқ деп айтасың ба? Және тырысасың ба? Ал осы жерде адалдық жеңе ма әлде достық жеңе ма қалай болады екен? Ал айтамын Даралы, сен істейсің. Мен көрсетемін ғой? Көрсетесің, иә, көмектесің. Жақсы отыра ол. Аха, Данияр. Мен иә деп айтамын. Көмектесің ба? Ертең математикасын. Тағы кім? Ал, айта ғой. Мұғалім айтты. Мұғалім айтып бересің ба? Жақсы. Кім тағы? Иә, Ерасыл. Кім ашты? Не істейсің? Қай вариант дұрыс деп ойлайсың? Ау? Көмектесесің. Жақсы, Көмектесу, досына адал болу, досына көмектесу керек. ал мұғалімге кім адал болады? Мұғалім айтады ғой, бір-бірінен көшірмең деп. Иә? Сымбат айтады ғой. Мұғалімнің сұрағына, сөзіне адал болу, оқушыға, оқушы ол жамбыс болса, беруге тырысады. Бұл жерде мұғалімге адалдық жеңе ма, достыққа адалдық жеңе ма? Достыққа адалдық жеңеді, бірақ та деген нәрсе бар. Күнде көмектесе берсек, біз уже өзімізге адал болмаймыз, досымызға адал болмаймыз. Неге? Себебі досың сенің көмектесетініңді біледі де, келесі сабақтарға айналмай келуі мүмкін, иә? Иә, қиын жағдайда бір-екі рет көмектесуге болады, бірақ күнде емес. Неге? Себебі мен, мысалы, Қарақат менің сыныптасым болса, мен оған күнде көмектесе берсем, онда ол Қарақат уже оқымай келуі мүмкін, иә? Одан кейін үшке шығып кетуі мүмкін. Мен жоқ болса не істеп қалады екен Қарақат деген сияқты, иә? Осыған байланысты бір мысал бар. Көбелекті білесіңдер ғой, иә? Көбелек неден пайдалы шығады? Құрттан. Не істейді ол бірінші? Қабыршақты не істеп шығу керек ол? Жарып шығу керек. Өзі жарып шығу керек. Неге? Өзі еңбектеніп, күшін жұмсап, жарып шығу керек, иә? Ал егерде оған адам соны жарып, көбелектің шығуына көмектессе, көбелек нормально болып шыға ма? Бірден өліп қалады. Неге? Себебі ол қабыршақты өз күшімен итеріп, жылу арқылы жаңа өмірге не істейді ол? Дайындалады. Вот, сендер де дәл сол сияқты не істеу керексіңдер? Ұмтылу керексің. Ұмтылыс адамда болу керек. Бірақ мен сендерге әрине бір-біріне көмектеспен демеймін. Әр сабақта қиын сәтте тек бір-екі рет көмектесуге болады. Бірақ кейін айту керек. Өзің де дайындал. Мен істеп кейін саған қиын болып қалуы мүмкін деген сияқты, иә? Кей жағдайда бізде мұғалімге деген адалдық болу керек, кей жағдайда оқушыға деген адалдық болуы керек. Жақсы. Енді соңғы біздің ойынымыз, ойын дейміз, сұрақ кейін жақсы. Мен адал болу үшін деген сөз бар мына жерде, енді соны аяқтау керек. Мен адал болу үшін не істеймін, мысалы? Аяқтайық соны. Ал, айта ғой. Мен адал болу үшін өзімнің достарыма, отбасыма, отаныма адал болып, бәрін бірге бастау керек. Жақсы. Келесі. Мен адал болу үшін отанымды, отбасымды қорғау керек. Енді мектепті қарастырайықшы. Мектептің ішінде адал болу үшін Рухия. Айта қойшы. Мен адал болу үшін досымды, сыныптасым сатпау керек. Жақсы сатпау керек, иә. Мен сыныптам адал болу үшін достарымды ұрмай, бір-бірімен дос болу керек. Достарымды ұрмай, бір-бірімен дос болу керек. Жақсы. Мен адал болу үшін сыныптастарыммен сөйлеспей, шашылардан қоқысқа тастап жүру керек. Жақсы, нұрас айта қойшы. Адал болу үшін? Мен адал болу үшін достарымды өтірік айтпау керек. Дұрыс, міне, өтірік айтпау керек біріншіден. Қызғанбау керек. Бір есептерді сұраса айту керек. Иә, жақсы. Тағы да бар ма? Айта қойшы. Адал болу
үшін мектептегі апайларға құрметті үйренемін. Тағы айтатын бар ма? Мейіржан, бар ма айтатыныңыз? Қосарыңыз? Арайлым? Иә? Ал. Жақсы, айылым мен аяқтайық. Адал болу үшін апайларға сөз қайта алмау. Жақсы, рахмет. Ал болды. Адалдық деген сөзді түсіндік қой, иә? Осымен біздің тәрбие сағатымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.